Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елдегі билікті сынға алған оңтүстік астанамыздағы көпшілік Жохан Уәлиханов алаңына жиналып, арнайы митинг өткізді. Митингтің тақырыбы Алматы қаласы тұрғындарының өз әкімін сайлауға құқығы бар. Ұйымдастырушылардың бірі ретінде белсенді Әйгерім Тілеужанның айтуы, митингіде сөйлейтіндерге ешқандай шектеу болмайды. Кез келген ұйым өкілі пікірін еркін айта алады. Азаттықтың тілшісінің хабарлауынша, сенбі күнгі митинг қаңтар қырғыны құрбандарын еске алудан басталған екен. Жиналғандар 1 минут үнсіздік жариялады. Митингіде сөйлегендер терең саяси реформаны, барлық деңгейдегі әкімдерді сайлауды, парламентті таратуды, жемқорлыққа белшесінен батқан шенеуніктерді жауапқа тартуды талап етуде. Шара кезінде қаңтар оқиғасына қатысты ұсталған бейбіт тұрғындардың барлығын босату туралы да талап қойылды. Белсенді Ырысбек Тоқтасын Ерболат Досаевтың Алматы әкімі болуға моральдық құқығы жоғын, оның өткен шақтағы істері соны дәлелдеп отырғандығын айтты. Ол 2019 жылғы даулы сайлаудан кейін президент болған Қасым-Жомарт Тоқаевты легитимді президент емес деп атап, елдегі азаптаулар мен адам құқығының өрескел бұзылуына кінәлады. Тоқаевта отставкаға кетсін деді ол. Митингіде сөйлеген құқық қорғаушылар қаңтар оқиғасын жан-жақты әрі ашық зерттеуді талап етті. Шара кезінде сөйлегендер ұрланған қаражатты елге қайтарып, инфрақұрылым, ауыл шаруашылығы саласына жұмсау қажеттігін айтты. Құқық қорғаушылар мен белсенділер билікті азаматтардың пікір айту құқығын шектеп отыр деп сынаған тұста, әкімдік 1 күн бұрын аталған шараны өткізуге рұқсат берген болатын. Бірақ атқарушы билік оның алдында қаңтар қырғынының құрбандарын еске алу шарасына рұқсат бермеген еді. Сенбі күнгі митинг өткен алаң екі жағынан да қоршалды. Көлік қозғалысы да тоқтатылды. Полиция сырттан бақылау орнатты, бірақ олардың саны көп болған жоқ. Айналада жедел жәрдем көліктері де тұрды. Осы аптада Ұлттық банктің бұрынғы басшысы болған Ерболат Досаев мырза Алматы қаласының әкімі болып тағайындалған болатын. Белсенділер мен желі қолданушылары Ерболат Досаевтың халықпен диалогқа бармайтын шенеунік екендігін алдыға тартып, оның саяси карьерасының көлеңкелі тұстарына назар аударды. Олар былтыр күзде бірқатар белсенділер несие амнистиясын талап етіп Астанаға барған кезде Досаевтың белсенділерге шықпай қойғандығын, олармен кездеспегендігін еске алған болатын. Қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстанда бірқатар кадрлық ауыс-түйістер орын алды. Кейбір сарапшылар билікке сын көбейген шақта Ақорда бірқатар кадрларды ауыстырып, өзгеріс жасағандай кейіп танытып отыр. Шын мәнінде Назарбаев кезеңіндегі шенеуніктер бір-бірімен орын алмастырды, жағдай өзгермейді деп санап отыр. Ал сіз елдегі билік жүйесі расында өзгерді деп ойлайсыз ба? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.